Әңгімені бастамай тұрып арнаға тіркелулеріңізді сұраймын. Және де қай қаладан көріп отырғандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер, кімнің көп екенін көрейік. Қала күндегідей қарбаласқа толы. Жұрт бір-біріне назар салмастан өз тірліктерімен жүр. Бірақ осы үлкен қалада ешкімге көрінбей, ешкімге қажет болмай жүрген бір бала бар еді. Оның аты Қайрат. Қайрат шамамен 12 жаста. Оның жейдесі жыртық, шалбары кір, шашы ұйпа-тұйпа. Аяқ киімі ескі, табаны жарылған. Қолында пластик бөтелке бар, соны өткізіп күнкөріске ақша таппақ. Ол көп сөйлемейді. Бетінде күлкі де жоқ. Көзіне қарасаң, бір үлкен қайғыны кешіп жүрген ересек адамның көзін көргендей боласың. Қайратты бұл жерден күн сайын көруге болады. Ол әдеттегі орынға келіп күн ұзақ айналадағы адамдарды бақылап отырады. Кейде көмектесетіндер табылады. Бірақ көбісі оны айналып өтеді. Қайрат үйреніп кеткен. Оған назар аудармай қалған күн қалыпты күн. Сол күні бәрі басқаша болды. Басқа бір жақта қала орталығында элиталық аудан орналасқан. Сол ауданда өте ауқатты отбасы Қуанышевтер тұрады. Бұл отбасының жалғыз ұлы Айдос, ол жеке мектепте оқиды. Жеке жүргізушісі бар жағдай жасалған. Бірақ Айдос өзін бақытты сезінбейді. Кішкентайынан ерекше мейірім іздеген бала жүрегінде бір бос кеңістік бар. Сол күннің таңында Айдос анасымен бірге туған күнге арналған киім таңдап, қала орталығындағы сән дүкеніне бара жатқан. Көлікпен келе жатып, ол терезеден сыртқа қарап отырды. Кенет оның көзі бір орындықта отырған баланы шалды. Бірден көзі атыздай ашылды. «Анашым, тоқташы», деді ол кенеттен. «Не болды, Айдос?» деді анасы, Гүлназ, таңырқап. «Ана бала. Қарашы. Ол мен сияқты». «Қай бала?» деп көліктен еңкейіп қараған Гүлназ, сол сәтте денесі тітіркеніп кетті. Айдос сөзсіз айтып тұрған бала расымен де оған ұқсайтын еді. Айдос көліктен түсіп, анасының уайымдағанына қарамастан көшеге беттеді. Жанында жүргізуші де түсіп алыстан бақылап тұрды. Қайрат балақайдың оған қарай жақындағанын көріп, орнынан атып тұрып, шегіне бастады. «Қорықпа», деді Айдос жай дауыспен. «Мен тек сөйлескім келеді». «Атым Айдос, сенің атың кім?» Қайрат біраз үндемей тұрды. Оның көздерінде сенімсіздік пен қорқыныш бар еді. Бірақ Айдостың даусында бір ерекше жылулық болды. «Қайрат», деді ол ақырын. «Менің атым Қайрат». «Қайрат? Жақсы есім. Сен осында жиі боласың ба?» «Иә. Мен осында тұрамын». Айдос оның сөзін естігенде бір түрлі дір ете қалды. «Сенің үйің жоқ па?» Қайрат иығын көтерді. «Мен туғанда біреулер мені қоқыс жәшігінен тауып алған. Сол адамдар мені өсірді, бірақ былтыр біреуі қайтыс болды. Енді мен жалғызбын». Айдостың көзіне жас үйірілді. Ол ойланып қалды. Неліктен ол маған соншалықты ұқсайды? Бір сәт үнсіздік орнады. Екеуі ұзақ қарап тұрды. Кенет Айдос: «Қайрат, сен менімен бірге жүр. Менің анам сені көруі керек. Шынымен көрсе түсінеді». «Жоқ», деді Қайрат, «үлкендерге сенбеймін. Олар мені әрқашан қуып жібереді. Менің анам басқаша. Ол сені ренжітпейді. Жүр, өтініш». Қайрат күмәндана қарады, бірақ Айдостың көзіндегі шынайылық оны сендіргендей болды. «Жарайды, бірақ тек сәл көріп қайтайын». Олар бірге көлікке қарай жүрді. Гүлназ сыртта тұрған. Ол Қайратты көріп жүрегі дір ете қалды. Баланың көзі тура Айдостың көзі. Оның жүзі, шашы, бәрі дәл сол. «Анашым, бұл Қайрат, ол көшеде тұрады. Бірақ сен де көріп тұрсың ғой, ол маған ұқсайды». «Иә». Гүлназ біраз үндемей қалды. Бірнеше секунд ішінде өткен өмірі көз алдында жылжып өтті. Жүкті кезі, перзентханадағы санаулы минуттар, түсіндегі екі жүрек соғысы. Бір сәт қолын көкірегіне апарып ауыр дем алды. Мен сені бір жерден көргендеймін», деді ол күбірлеп. Қайраттың көзі жасқа толды. Ешкім оған ешқашан бұлай қарамаған. Осы кезде бір дауыс бұзды бұл сәтті. «Айдос, қайда жүрсің?» деп үй жақтан Айдостың әкесі Арман келіп қалды.
Арман суық жүзді, қатаң адам. Оның беті ашулы, көзі тік. Бұл не жағдай? Деп сұрады ол, Қайратқа қарай ызғарлы көзбен қарап. Гүлназ басын көтеріп Арманға туа қарады. Бұл бала бізге бірдеңе айтады. Оның көзінде Айдостың бейнесі тұр. Арманның көзі тайсалды. Бірақ ол лезде қалпына келіп: "Жоқ, бұл жай ғана кездей соқтық. Енді кетейік." "Жоқ," деді Айдос, "мен сенбеймін. Мен бұл баланы тастамаймын. Ол менің бауырым сияқты." Гүлназдың көзі Қайраттан айырылмай тұр. Ол сенер-сенбесін білмей ішкі жан дүниесімен күресіп жатыр. Сол сәтте жүрегінде бір сезім оянды, бұл бала оған бөтен емес. "Айдос, үйге кірейік. Қайрат та бізбен бірге жүрсін," деді анасы сабырлы дауыспен. Арман қарсы болғысы келді, бірақ Гүлназдың көзіндегі сенімділік оған тоқтау салды. Үш бала мен анасы үйге кірді. Қонақ бөлмеге өткенде қызметші қыз Қайратқа су мен таза киім берді. Ол алғаш рет өмірінде жылы суға түсіп таза жейде киді. Айнаға қарап тұрған сәтте өз көлеңкесіне шошып кетті. "Бұл мен бе?" Айдос оның жанында тұрды. "Саған жарасат," деді ол күлімсіреп. "Мен өзімді танымай тұрмын," деп күбірледі Қайрат. Кешкі ас үстінде Гүлназ екеуіне де қарап отырды. Олар бір-бірінің тура көшірмесі еді. Көз, мұрын, иек бәрі ұқсас. Ал жүрегі бірдей соғатын секілді. "Қайрат, сенің денеңде қандай да бір ерекше белгі бар ма? Мысалы, мен сияқты?" деп сұрады анасы кенет. Қайрат ойланып: "Иә, менің іш жағымда, оң жақ қабырғамның астында мен бар." "Неге сұрадыңыз?" Айдос орнынан ұшып тұрды. "Менде де дәл сол жерде бар." Гүлназ орнынан баяу тұрды, жүрегі атқақтап кетті. Ол Айдостың да, Қайраттың да белгісін қарап көрді, бұл кездейсоқтық емес еді. Осы кезде Арман бөлмеге кіріп келді. "Болды. Бұл ойынның шегі жетті," деп ашуланды ол. "Бұл балаға көп көңіл бөлдіңдер. Ол бізге еш қатысы жоқ. Ертең-ақ біреулерге тапсырып жібереміз." Гүлназ көз жасын тыя алмай: "Арман, неге сен сонша ашулысың? Неге бұл баладан қорқасың?" деп сұрады. Арманның көзіне тік қарады. Бірақ ол жауап бермей бөлмеден шығып кетті. Түн үйде тыныштық. Барлығы ұйықтап жатқан сияқты. Бірақ Гүлназ көз ілмей жатыр. Ол өз бөлмесінде отыра берді. Қолында ескі фотоальбом. Бет парақтап келе жатып бір суретке көзі түсті, УЗИ нәтижесі. Онда 2 жүрек соғысы тіркелді деген дәрігер жазбасы. "Қалайша мен мұны ұмытып кеттім," деді ол сыбырлап. Сол сәтте есігі жай ашылып Айдос кіріп келді. "Анашым, мен ұйықтай алмай жатырмын." "Мен де, балам." "Қайрат, расымен де менің бауырым ба?" "Білмеймін, бірақ ішкі түйсігім иә дейді," деді Гүлназ көзіне жас алып. Айдос анасын құшақтап бірге терезе алдына барып отырды. Екеуі аспанға қарап отыр. Жұлдыздардың астында үнсіз, бірақ бәрі түсінікті. Таң ата, Қайрат оянып аулаға шықты. Жаңа орта оған әлі жат. Сол сәтте арт жағынан бір дауысы естілді. "Қайда барасың?" Бұл Арман еді. Суық жүз, қатал дауыс. Қайрат үндемей қалды. "Сен бұл жерге жатсың. Ештеңені білдірме. Бұл үй менің балама ғана тиесілі, түсіндің бе?" Қайрат бас изеді. Бірақ жүрегінде үрей емес ашу пайда болды. "Неге бұл адам мені жек көреді? Мен не істедім?" Сол сәтте Мақпал, үй қызметшісі, арттарынан байқамай шығып қалды. Ол бәрін естіп қойған еді. Және ол тек бұл емес, бұрыннан күмәнданған еді. Бірнеше жыл бұрын Арманның бір жерде күдікті адаммен сөйлесіп жүргенін көрген. Бірақ үндемей келген. Енді олай болмауы керек. Кешке таман Гүлназ ауруханаға барды. Өзінің бұрынғы дәрігерімен кездесіп, сол кездегі құжаттарды сұрады. Бірақ тіркеу журналында бір бет жыртылған. Ол кезде жауапты дәрігер жұмыстан кеткен болып шықты. Күдік күшейе түсті. Гүлназ үйге келіп Айдос пен Қайратқа қарап: "Ертең тест тапсырамыз. Бұл шындықты анықтау керек." Айдос қуанып кетті. Қайрат үндемеді. Бірақ іштей ол да соны қалайтын. Сол түні Арман біреуге қоңырау шалды.
Олар бәрін біліп қояды. Егер тест жасалса, барлығы ашылады. Бізге бір амал керек. Сабыр, деді тұтқаның ар жағындағы дауыс. Бәрін мен реттеймін. Қайрат бұл үйде жүргеніне 3-ші күн. Бәрі таза, жылы, тамақ дайын, киім тап-таза. Бірақ соның бәріне қарамастан жүрегі ауыр. Бойын жайлаған сезім, жалғыздықпен жаттық. Ол кешке аулада жалғыз отыр. Күн батып барады. Аспан қызғылт. Құстар ұшып барады. Бәрі өз өмірімен. Мен кіммін? Деді ол өз-өзіне. Неге мен осындай болдым? Неге мені тастап кетті? Ол білмейді, бұл өмірде өз орнын тапқандай ма, әлде уақытша мейірімге алданып жүрген бе? Осы сәтте Айдос келді. Қасында тәтті әкеп жанына отырды. Қайрат, мен саған бауырым деп қараймын. Біз расымен де туыспыз ба, білмеймін. Бірақ мен сені тастамаймын. Қайрат көзін төмен салып, сен бәрібір мендей бола алмайсың. Сенің анаң бар, үйің бар, ешқашан аш жатпадың. Мен болсам күнде қоқыстан тамақ іздедім. Сүп өлмес үшін картонмен жабындым. Қорқынышпен ұйықтадым. Айдос үнсіз тыңдап отыр. Одан бір жас тамып қолына түсті. Мен өзімді бір қуыста жүргендей сезінем. Айдос, ішімде бос орын бар. Білесің бе? Тек ана даусы ғана толтыра алатын бос орын. Сол түні бәрі ұйқыға кеткен соң Қайрат бөлмесінен шықты. Үлкен үйдің іші тым-тыныш еді. Ол аяғын ақырын басып қонақ бөлмеге келді. Терезе алдында Гүлназ отырған. Ұйықтамадың ба? Деді әйел. Жоқ, ұйықтай алмадым. Ол бір сәт үнсіз тұрды. Сосын батылданып, егер мен сіздің ұлыңыз болмасам ше? Егер мен жай ғана бір ұқсас бала болсам ше? Гүлназ орнынан тұрып, оған жақындады. Тізерлеп отырып Қайраттың жүзіне қарады. Тіпті егер дыңқ бізді теріске шығарса да, сен мен үшін ешқашан бөтен болмайсың. Сенің көзіне қарасам, жүрегім ауырады. Ана жүрегі ешқашан қателеспейді, балам. Қайраттың ерні дірілдеп көзіне жас келді. Ол алғашқы рет бір әйелдің алдында жылап жіберді. Жылап тұрып, мойнына асыла кетті. Мені тастамаңызшы, өтінем. Гүлназ оны құшағына басты. Қатты жүрегімен балаға алғаш рет ананың шынайы мейірімі тиді. Ертеңіне бәрі ауруханаға барды. Дыңқ тест тапсырылды. Нәтиже кешке дайын болады деді. Қайратты күту уайымға салды. Уақыт өте алмайды. Ол өзі үшін ең маңызды, шынымен де отбасысы бар ма, әлде бұл тек арман ба? Соны білгісі келеді. Түстен кейін үй қызметшісі Мақпал Гүлназды оңаша шақырды. Ханым, мен сізге бір нәрсе айтуым керек, деді ол қобалжып. Бұл оңай емес. Айта қойыңыз, Мақпал, не болды? Бірнеше жыл бұрын Арман мырзаны бір белгісіз әйелмен көріп едім. Олар перзентхана құжаттарын талқылап жатқанда еді. Ол кезде мен үндемедім. Бірақ енді менің ішім тыныш емес. Бұл бала бекер келмеді. Гүлназ үнсіз тұрып қалды. Көңілі мұздап сала берді. Енді бәрі айқындала бастағандай. Сол күні кешке Қайрат аулада жалғыз жүрді. Аспан бұлтты. Жел күшейген. Бір бұрышқа барып жерге отырды. Қолын тізесіне қойып көкке қарады. Егер мен шын ұлы емес болсам, мен қайда барамын? Қайда ораламын? Кім мені күтеді? Кім мені жақсы көреді? Сол сәтте аспаннан бір тамшы жауын тамып бетін жуды. Жаңбыр емес еді, тағдырдың көз жасы сияқты еді бұл түн. Үй қараңғы, тек қонақ бөлмесінде ғана жарық жанып тұр. Сол жерде Гүлназ отыр. Қолында балаларының дыңқ нәтижесі. Жүрегі дүрсілдеп, қолы дірілдеп тұр. Бұл құжат бәрін өзгертті. Бұл тағдырды қайта жазатын бір жапырақ қағаз. Осы сәтте есіктен Мақпал кіріп келді. Үндеместен отырып Гүлназдың жанына жайғасты. Ұзақ үнсіздіктен соң, мен сізге бір нәрсе айтуым керек, деді ол төмен қарап. Бұны бұрын айтуым қажет еді, бірақ қорықтым. Гүлназ бұрылып қарады. Бұл Қайрат, ол шынымен сенің балаң. Гүлназ демін ішіне тартты. Сен не айтып тұрсың? Ол 12 жыл бұрын ауруханада.
Арман бір дәрігермен келісіп егіздің бірін сатып жіберді. Гүлназ орнынан атып тұрды. Беті бозарып кетті. Не? Мен бәрін сол кезден бері білдім, бірақ үндей алмадым. Қазір үндемесем, бәрі кеш болады. Гүлназ көзі шарасынан шығып кеткен күйде терезеге қарап тұрды. Сол сәтте есіктен Арман кірді. Оның жүзі қатулы, бірақ Гүлназ оған бірінші рет шын мәнінде жек көріп қарап тұрды. Айт, Арман, қазір барлығын. Арман біраз үнсіз қалды. Сосын қолын артына қойып бөлмені аралап жүрді. Иә, бұл рас. Мен сол кезде бизнесім құлдырап қарызға батқан едім. Бір ғана мүмкіндік болды, ақша табу. Егіздің бірін сатып жібердім. Сенің босану кезіңде наркоз астында болғаныңды пайдаландым. Саған бәрі жақсы дедім. Ал шын мәнінде жетет, деп Гүлназ айғай салып жіберді. Сен баламды сатқансың. Қанша ақша үшін? Қанша? $100,000 деді Арман салқын үнмен. Сол ақшаға біз осы үйді алдық. Осы өмірді. Гүлназ еңіреп жылады. Ол құлап бара жатып Мақпал құшағына алды. Мен өз баламды істемей өмір сүріппін бе? Ол көшеде өмір сүріп жүргенде мен мейрамханаларда туған күн тойлаппын ба? Таң бозара бастаған сәт. Айдос пен Қайрат террасада отыр. Екеуі де үнсіз. Ұзақ уақыттан кейін Айдос: сен менің бауырым екенсің. Бірақ ішкі түйсігім сені әлдеқашан бауыр деп қабылдап қойыпты, деді жай ғана. Қайрат басын изеді. Көзінде жас жоқ, бірақ көзқарасы қатты өзгерген. Мені керек етпесе де, сен барсың. Мен үшін сол жетеді. Гүлназ келіп екі баласын құшақтап: бұдан былай сендер ешқашан бөлінбейсіздер. Не болса да бірге боласыңдар. Қайрат: үй енді сенің де үйің, балам. Ол тұңғыш рет балам деп ашық айтты. Сол күні Арман үйден көшіп кетті. Гүлназ оған соңғы рет қарап: сен менің өмірімдегі ең үлкен өкінішсің. Бірақ сен маған екі ғажап бала сыйладың. Сол үшін ғана сені есімде сақтаймын. Бірақ енді өмірімнен кет, деді. Арман үнсіз бас изеп кетіп қалды. Оның артынан Мерседес көлігі жоқ, шетелге кетер қауқары да қалмаған. Барынан айырылған күйі өзімен қалды. Күндер өтіп жатты. Қайрат енді бұл үйде тұрақты өмір сүре бастады. Бөлмесі бар, сабағы бар, киім-кешегі де жеткілікті. Бірақ ең маңыздысы, енді оның отбасы бар. Ол бұрын тек түсінде көрген заттарды енді шынайы өмірде сезіне бастады. Бірақ бәрі де оңай бола қоймады. Сол аптада Айдос пен Қайрат бірге мектепке барды. Гүлназ екеуіне бірдей форма, бірдей сөмке алып берген. Бұл көрініс сырт көзге өте әсерлі еді, егіз балалар мүлдем бірдей. Бірақ олардың өткен жолдары мүлдем бөлек болатын. Мектеп алдында балалар жиналып тұр. Олар жаңа баланы, Қайратты көріп бірден күбір-күбір басталды. Қараша, мынау Айдостың көшедегі егіз емес пе? Ол қайдан келді? Неге біздің мектепте оқиды? Қайрат басын төмен салды. Сөздер пышақ сияқты. Оның көкейінде бір ғана сұрақ тұр: мен бұл ортаға лайықпын ба? Сабақ кезінде бәрі ерекше қарап отыр. Мұғалімдер сыпайы, бірақ іштей күмәнмен. Оқушылар қызығушылықпен сыртқа тебу арасында. Тек бір адам ғана Қайратты бұрынғыдай қабылдады: Айдос. Ол әр сәтте жанында болды, қорғады, қолдады. Бірақ бір күннің ішінде бәрі өзгермейді. Сыныптағы белсенді қыз Аяжан бір күні Қайратқа жақындап: сен шынымен көше баласы болдың ба? деп сұрады. Тіпті шомылмайтын шығарсың. Бұл сөз Қайратқа ауыр тиді. Бірақ ол үндемеді. Үндемеген сайын ішіндегі өкпе жинала берді. Сол күні үйге келгенде Қайрат ешкіммен сөйлеспеді. Бөлмесіне кіріп үстелге арқасын сүйіп отырды. Айналасында бәрі бар, бірақ ішкі сезімі жалғыздық. Ол дәптерінің артқы бетіне сызықтар сала бастады. Сызу оны тыныштандыратын жалғыз құрал. Кенет қолы дірілдеп қалам түсіп кетті. Қайрат жастығына басын қойып үнсіз жылады. Бұл ішке жиналған ауырлықтың көз жасы еді. Кешке Гүлназ оның бөлмесіне келді. Тыныш есікті ашып кірді. Қайрат бірден орнынан тұрды, киімін түзеп.
Кешіріңіз, үй тапсырмасын орындап үлгермедім. Гүлназ жақындап келіп, оның иығына қолын қойды. Балам, саған ешкім ренжімейді. Бірақ сен маған не сезіп жүргеніңді айтсаң, мен көмектесе алар едім. Қайрат біраз үнсіз тұрды. Сосын жай ғана: бұл өмір маған арналмаған сияқты. Мен бұрынғы өміріме қайта оралғым келмейді, бірақ мұнда да бөтен сияқтымын. Гүлназ баласын құшақтап: Қайрат, жара жазылады. Бірақ ол үшін уақыт керек. Жара жазылғанымен орны қалады. Бірақ сол іс сені кім екеніңді еске салып тұратын белгі. Ал мен сені жақсы көрем. Айдос та, бәріміз де. Сен осы отбасының бір бөлігісің. Ешкім оны тартып ала алмайды. Сол түні Қайрат алғаш рет терең тыныстап ұйқыға кетті. Ішінде әлі де қорқыныш бар, бірақ енді ол жалғыз емес екенін білді. Күндердің бір күнінде мектепте таңғы үзіліс кезінде Қайрат кітапханаға бармақ болды. Онда тыныш, ешкім мазаламайды. Ол үшін бұл қауіпсіз орын. Кітап сөресін қарап жүргенде бір бұрышта бүктеліп отырған балаға көзі түсті. Үстінде ескі күртеше, бетінде көгерген із бар. Ол кішкентай, жуас. Қайрат үнсіз жақындады. Бәрі дұрыс па? Бала жалт қарады. Қорқыныш көзімен. Бірақ үндемеді. Мен де осындай күйде болғанмын, деді Қайрат ақырын. Бұрын мені де ешкім елемейтін, ұратын. Сен жалғыз емессің. Бала ернін қымқырып ақыры күбіретті. Менің атым Ернар. Мен Қайрат, танысқаныма қуаныштымын. Қайрат жанында отырып қолын созды. Ернар баяу ғана қолын созып ұстап көрді. Бұл сенімнің алғашқы тамшысы еді. Кешке үйге келген соң Қайрат Айдосқа бәрін айтып берді. Айдос таңғалып: демек сен басқа балаға көмектестің, деді. Иә. Мен ол баланың көзінен өзімді көрдім. Ешкімге керек еместей сезінетін өзімді. Айдос жымиды. Міне, бауырым, сен өзіңді кім екеніңді таптың. Бұрынғы өмірің босқа өтпеген. Енді сен әлсіздерді қорғай алатын күштісің. Қайрат алғаш рет жүрегінде мақтаныш сезінді. Бұл өз орнын тапқан адамның тыныштығы еді. Келесі күні Қайрат Ернарға бірге отыруды ұсынды. Сыныптастар таңғалды. Бұрын өзі елеусіз болған Қайрат енді басқа елеусіз баланы көтеріп жүр. Бұл нағыз ерлік еді. Кейбір балалар мазақтағысы келді, бірақ Айдос оларды орнына қойды. Енді егіз бауырлар тек бір-біріне тірек емес, өзгелерге де жақсылық таратушы болды. Осы жағдайды Гүлназ мұғалімдерден естігенде көзіне жас келді. Баласының жүрегінің осыншалықты үлкен болғанын көріп жүрегі жылыды. Сол түні Қайратқа түнде Гүлназ келіп: сен бүгін маған үлкен сабақ бердің, балам. Көп адам өз жарасын басқадан жасырады. Бірақ сен сол жарамен өзгеге жол көрсеттің. Мен сені мақтан етем. Қайрат жай ғана бас изеді. Ішінде ауырсыну әлі бар, бірақ енді ол ауыр емес. Себебі сол қайғы басқа біреудің үмітіне айналды. Бір күні түстен кейін мектептен үйге келе жатқанда Қайрат қақпа алдында бір таныс емес ер адамның тұрғанын көрді. Ол адам киім киісімен ақ сырт көзге мейрамхана иесі ме, әлде бір бай бизнесмен сияқты көрінетін. Бірақ оның көзі әлдеқандай ауыр шындықты жасырып тұрғандай тұнжыр. Гүлназ үйден жүгіріп шығып: Қайрат, үйге кір, деді, дауысы дірілдеп. Бұл кім? Әйел біраз үнсіз тұрды. Жүрегі сынып кетердей болды, бірақ енді жасырынатын уақыт емес еді. Бұл сенің туған әкең. Жер айналып кеткендей болды. Қайраттың басы айналды. Құлағы шуылдап, жүрегі қысылып кетті. Жанына жаңа орныққан тыныштық қайтадан бұзылғандай. Жоқ, мүмкін емес. Менің әкем мені қоқысқа тастаған адам ба? Арман бір қадам алға шығып: Қайрат, балам. Жоқ, деп айғайлап жіберді ол. Маған олай деме. Сен менің әкем емессің. Әке ешқашан баласын сатпайды. Арман біраз тұрып: Иә, мен қателестім, өмірімдегі ең ауыр шешімді сол кезде қабылдадым. Бірақ сенің анаң, Гүлназ, мені кешірмейді. Ал сен? Мен тек кешірім сұрағым келеді. Кешірім. Қайрат күлді, бірақ ол күлкі емес, жаралы жанның аш үні еді.
Мен 10 жыл өмірімді қоқыс арасында өткіздім. Жаңбыр астында ұйықтадым. Тоңып аш жүрдім. Әрбір күнім тірі қалу үшін күрес болды. Ал сен, болтық қарап, сен менің өмірімнен 10 жыл ұрладың. Сенің кешірімің менің балалығымды қайтарып бере ала ма? Арман үндемеді. Жауап жоқ. Ол төмен қарап ауыр тыныстады. Қайрат жыламады. Бұрынғы Қайрат жылар еді. Бүгінгі Қайрат әлдеқашан күйіп кеткен жүрекпен сөйледі. Мен саған жек көрінішпен қарамаймын. Бірақ менің өмірімде саған орын жоқ. Гүлназ жанына келіп иығына қолын қойды. Балам, сен не шешсең де мен сені қолдаймын. Бірақ жүрегіңде ашу емес, тыныштық қалсын. Кешірім, ол әлсіздік емес. Ол ерлік. Қайрат көзін жұмып, терең тыныс алды. Бір сәт үнсіз тұрып Арманға қарады. Мен саған рұқсат берем. Өміріңді жалғастыр. Бірақ мен сенің ұлың емеспін. Мен Гүлназдың баласымын. Мен Айдостың бауырымын. Мен өз тағдырымның иесімін. Арман басын изеп, баяу бұрылып кетті. Көзіндегі өкініш артынан қуып жетіп тұрғандай. Бірақ ол енді ештеңе өзгерте алмайды. Кешке Қайрат жазу үстеліне отырды. Ақ парақ алды. Жазды. Қымбатты өзіме. Сен әлсіз емессің. Сен жаралсың, бірақ соған қарамастан алға жүріп келесің. Сен ашуландың, жыладың, бірақ соған боласынды емессің. Сен кешірдің. Ең бастысы, өзіңді кешірдің. Енді сенің міндетің жарық болу. Басқа Қайраттарға бағыт көрсету. Ол қаламын қойып терезеге қарады. Аспанда жұлдыз жарқырап тұр. Ол жұлдыз өзіне арналғандай. Ертесіне мектепте Ернар жанына келіп, мен сендей болғым келеді деді. Қайрат жымиып, жоқ, сен өзіңдей бол. Тек ешқашан ішіңдегі жарықты сөндірме. Уақыт өте берді. Мектептегі жылда соңына жақындады. Емтихандар, соңғы қоңырау, қоштасу сөздері. Бірақ Қайрат үшін бұл жай бір оқу жылы емес. Бұл жаңа өмірдің бастауы еді. Ол енді бұрынғы көшедегі бала емес. Оның аты жөні бар. Жеке куәлігі бар. Жанында анасындай ана, бауырындай бауыр, досындай достар бар. Бірақ ең бастысы мақсаты бар. Сынып жетекшісі бір күні. Балалар, әр қайсың болашақта кім болғысы келетінін жазып беріңдер деді. Кешке Қайрат дәптеріне былай деп жазды. Менің арманым қиын жағдайдағы балаларға көмектесу. Себебі мен солардың бірі болдым. Мен бір кездері тоңған баланың қандай сезімде болатынын білемін. Мен бір тілім нанға қарап отырған баланың көзіндегі үміт пен қорқынысты да көрдім. Енді мен сондай балаларға үміт сыйлағым келеді. Мүмкін мен біреудің өміріндегі Гүлназ болармын. Немесе Айдос. Немесе жай ғана бір жақсы адам. Сол жазда Гүлназ қайырымдылық қорын ашты. Аты қайта туғандар. Бұл қор Қайраттың құрметіне арналып, көмекке мұқтаж балаларға арналған. Қайрат сол қорда волонтер болды. Киім, тамақ таратты. Балалармен әңгімелесті. Жүздеген Қайратқа үміт берді. Оның жаны бұрынғыдай жаралы емес. Ол жара енді күшке айналған. Айдос екеуі бөлінбес бауырға айналды. Бірге оқуға түсті. Бірге армандады. Бір-бірін ешқашан ұмытпады. Ернар енді мектеп белсендісі. Өзін тапты, өйткені бір күні бір бала оған жай ғана. Сен жалғыз емессің деген еді. Бір күні Қайрат балалық шағы өткен аялдамаға келіп отырды. Сол баяғы ескі орындық. Сол тас көшелер. Бірақ бұл жол үстінде қымбат күртеш емес, еріктілер киген қарапайым киім. Қасында ыстық шай, нан, көрпеше. Өтіп бара жатқан бір баланы тоқтатты. Атың кім? Аслан, деді ол мұңайып. Ашсың ба? Бала басын изеді. Жүр, бірге тамақ ішеміз. Сосын сөйлесеміз. Білесің бе? Мен де осында отырып едім. Бірақ біреу келіп мені тыңдады. Енді мен сол біреумін.